Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендер көне түркі жазбаларының бірегейі Күлтегін жыры туралы мағлұмат аласыңдар. Сабақ мақсаты: мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға береді және эссенің құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстырады және өз ойын дәлелдеп жазады. Егер бірге қаған өз аманатын тасқа емес, қазіргідей әлеуметтік желіге жарияласа, ол 1000 жылдан кейін сақталар ма еді? Оқушылар, осы сұрақ төңірегінде ойланып көрейік. Оқушылар, өз жауаптарыңды ұсынып көріңдер. Жақсы оқушылар, жауаптарың үшін рахмет. Жарайсыңдар. Кәне балалар, Күлтегін жырын оқиық. Бірінші тапсырма: уақыт көпірі, Күлтегін аманаты және бүгінгі жастар. Мақсаты: жырдағы басты мәселені бірлік пен тәуелсіздік, қазіргі әлемдегі жағдайлармен қарапайым тілде байланыстыру. Күлтегін бабамыздың қаупі. Жырда не делінген? Тәтті сөзіне, асыл жібегіне алдандың. Бүгінгі күнмен байланысы. Қазір бұл қалай көрінеді? Өзге елдердің жарнамасы, сәні, мәдениетіне еліктеу. Екінші қауіп: бөліну. Түркі халқы бірлігінен айырылдың. Әлеуметтік желідегі даулар, топқа бөліну. Үшінші қауіп: ажырау. От төккенде отырсаң, мәңгі елдігіңді сақтайсың. Бүгінгі күнмен байланысы: өз тіліңді, дініңді, салт дәстүріңді сақтау. Жырда Күлтегін бабамыз түркі халқына ескерту жасайды. Осы ескертулердің бүгінгі күні қаншалықты маңызды екенін талқылап, кестені толтырыңыз. Күлтегін бабамыздың қаупі. Жырда не делінген? Тәтті сөзіне, асыл жібегіне алдандың. Түркі халқы бірлігінен айырылдың. Ой төккенде отырсаң, мәңгі елдігіңді сақтайсың. Бүгінгі күнмен байланысы: қазір бұл қалай көрінеді? Тапсырманың дескрипторын назарларыңызға ұсынамыз. Екінші тапсырма: шағын эссе. Бірлік бар жерде еркіндік бар. Мақсаты: оқушының өз ойын жүйелі жеткізуін, шешім қабылдау қабілетін дамыту.
Эссе жоспары. Кіріспе. Күлтегін жырының басты идеясы не? 1-2 сөйлем. Негізгі бөлім. Бірге болудың, ынтымақтың жақсы жақтары қандай? Мысалы, мемлекет күшейеді, ешкім тесе алмайды. Бірлікке не кедергі болуы мүмкін? Мысалы, еріншектік, өз мәдениетін бағаламау. Қорытынды. Сенің жеке ұсынысың. Біз не істеуіміз керек? Жазу барысында жырдағы түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым деген жолдарды мысалға келтіріп, қазіргі жастар қалай еңбек ету керектігін жаз. Эссенің 3 негізгі бөлімнен тұруы керек. Эссеге қойылатын талаптар. Эссенің жоғарғы бағалануы үшін мына 3 маңызды шартты міндетті түрде орындаңыз. Жырдан нақты мысал цитата келтіру. Ойыңызды жай ғана айтып қоймай, оны Күлтегін жырындағы жолдармен бекітіңіз. Бірлік тұрғысынан талдап жаз. Эссенің негізгі бөлімінде бірліктің мемлекет үшін қандай артықшылығы бар екенін талдаңыз. Бірлікке кедергі болатын факторларды көрсету. Тек жақсы жағынан емес, сол бірлікке не нәрсе қауіп төндіретінін де жазуыңыз керек. Есіңде болсын. Эссе бұл тек баяндау емес, бұл салыстыру. Сондықтан жоғарыдағы пайдасы мен кедергілердің міндетті түрде бір-бірімен салыстыра отырып жазыңыз. Тапсырманың дескрипторын назарларыңызға ұсынамыз. Тапсырманың ықтимал жауабы. Үшінші тапсырма. Тасқа жазылған аманат. Күлтегін жырының беретін 5 басты сабағын жазыңыз. Балақай, Түркі мемлекетінің даңқты қолбасшысы Күлтегіннің әскерінде миллион сарбаз болғанын білесің бе? 716 жылы Білге Қаған таққа отырғанда, оның туған інісі Күлтегін әскер басы болып бекиді. Күлтегін әскер басы болған 15 жыл Түркі мемлекетінің ең айбыны асқан дәуірі болып тарихта қалды. Күлтегін дүние салған соң, бауырының қазасына қабырғасы сөгілген Білге Қаған оны мәңгі есте қалдыру үшін құлыптасқа түркі елінің тарихын, Күлтегіннің ерлігін ойып жаздырды. Күлтегіннің сол көктасының көшірмесі бүгінде елордамыз Астананың төріне әкелінді. Тапсырманың дескрипторын назарларыңызға ұсынамыз. Тапсырманың ықтимал жауабы. Бірлік мемлекеттің мықты болуы үшін ауызбіршілік қажет.
Еңбек халықтың жағдайын жақсарту үшін аянбай еңбек ету. Сақтық өзге елдің тәтті сөзіне жарнама, жалған ақпарат, алданбау. Тіл мен дәстүр, ұлттық болмысы түркі атын сақтап қалу. Отаншылдық, туған жерді қорғау және келешек ұрпаққа аманаттау. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақ мен үшін саяхат сияқты болды. Қиындықтар менің жолымдағы кедергілер, жаңа идея менің жолымдағы жаңа құрал. Сабақта қандай қиындықтарға ұшырастық? Қандай жаңа идеялар келді? Сондай-ақ өткенде саяхаттың қай тұсы сендердің естеріңде қалды? Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.